Құдайым ай қызымды бәле жалалардан сақтай көр. Бүгінгі неке түні жақсы өтсін. Бұл телехикая болған оқиғалар желісінде түсірілген. Телехикаяның басты кейіпкері Налянның анасы Фериде жайлы. Ол шизофрения ауруына шалдыққан. Оның көзіне бүкіл әлем шаң тозан болып көрінеді. Сол үшін де ол ешқашан далаға шыққан емес. Жалғыз қызында бүкіл әлемнен қорғағысы келеді. Фарида Налянды күнде ыстық суға шомылдырады. Налянның бүкіл киімдерін ыстық қайнап тұрған суда жуады. Налянды тіпті өзі киіндіреді. Оны киіндірмес бұрын Налянды күнде таңертең таразыға шығарады. Налянның салмағы 53 килограммнан аспауы керек. Бірақ оның салмағы бүгін 53-те 300 шықты. Налян анам бұл жолы маған не істейді екен деп қайғыра бастады. 300 грамм қоспысың. Сен өзі бүгін әжетханаға бардың ба? Я, бардым. Онда неге салмағың көп шықты? Кеше алма жедің бе? Я, кішкене жегім келіп. Ешқашан алма жемейсің. Содан кейін тәттілер. Тәттілерді ешқашан жеуші болма. Сенің салмағың 53 килограммнан асып кетпеу керек. Апа, кешіресіз, басқа қайталанбайды. Әрине қайталанбайды, қызым. Жақсылап шомылдың ба? Денең қызармапты ғой. Қайтадан шомыласың. Денең қызарғанша шомыласың. Болмаса, кірлер кетпейді. Өте кірленіпсің. Денең қып-қызыл болу керек. Ең қорқыныштысы, Налянның анасы оны қалай киіндіруі. Күнде таңертең оны киіндіріп болған соң, оның денесін байлап тастайды. Ешкім шеше алмайтындай етіп. Налян бәрінен шаршаған еді. Ауру анасынан да, бұл үйден де. Сол үшін де бұл үйден тезірек құтылғысы келетін еді. Налян қапаста жүргенде еді. Оның қай жерде жүргенінде анасы карта арқылы көріп отыратын еді. Налянды анасы тұрмысқа беретін болды. Сол үшін де оны киіндіріп, бірінші кездесуге шығарды. Налянның тұрмысқа шығатын жігіті Седат еді. Олар бір-біріне бірінші көргеннен ақ ғашық болып қалды. Налянның бірінші кездесуі сәтті өту үшін анасы үйде дұға оқи бастады. Көп ұзамай олар некелесті, бір-біріне жүзік тақты. Бірақ олар болашақ құдаларына Фариданың, яғни Налянның анасының ауру жайлы айтпаған еді. Құдаларының көзінше Фариданың ауруы басталады. Оның көзіне қайтыс болған қызы көрінеді. Фарида қызымызға қарамай, қай жерге қарап тұрсың? Фарида? Фарида, саған не болды?
Kızımızды gördün bе? Kızımız keldi. Farida ne aytıp tursan? Қазір құдаlarымыз байқап қалады. Фарида өтінемін, маған қара. Қызым қайда? Қызым келіп еді, жоғалып кетті. Фарида, қызымыз некелесіп жатыр. Міне Налян. Фарида ханым, сізде бәрі дұрыс па? Біз қызыңызбен оңаша бір жерге барып келсек болады ма? Әрине, жастар барып, көңіл жазып келсін, қыдырып келсін. Бірақ бұл жолы Налянның анасының, яғни Фариданың ауруы күшейіп кеткен еді. Ол қызының киімдерін бұрынғыдан да қатты байлай бастады. Седат саған қолының ұшында тигізбеу керек. Түсіндің бе? Анасы Налянның киімін қатты қыса бастайды. Сенің киімдеріңді ешкім шеше алмауы керек. Түсінікті ме? Бұл да жетпейді. Тағы байлаймыз. Бастаймыз. Бұл да жеткен жоқ. Тағы да байлаймыз. Тағы да. Бұл да жеткен жоқ. Кездесуге барған соң мен саған звондаймын. Бәрін тыңдап отырамын. Өшіріп қойушы болма. Налянның денесі қатты қысылып қалғаны үшін Налян өзін жайсыз сезінеді. Оның жүрегі айни бастайды. Бірақ сонда да кездесуге шығады. Анасы олардың не айтып жатқанын тыңдап отырады. Налянның жүрегі айнып, одан бетер ауыра бастайды. Налян неге үндемей қалды? Налян қызым. Седат Налянды қонақ үйге алып барады. Бірақ Налянның киімдері оны қатты қысып қойғандықтан, ол жүре алмай қалады. Налян, мені тыңдап тұрсың ба? Тез үйге қайт.
Апа, мен ауырып қалдым. Мен қазір баруға тырысамын. Налянның жүрегі айнып, ол құса бастайды. Налян дедім. Налян, қазір-ақ үйге қайт. Налян, қай жердесің? Мен тыңдап тұрсың ба? Үйге келсең, аяғыңды ұрып сындырамын. Тез кел. Мен кімге айтып тұрмын? Налян, саған не болды? Налян дедім. Налян. Тез үйге келмесең, бәріне масқараңды шығарамын. Налян, тез кел. Апа, бұл жерге неге келді? Сен мені шомылдырасың ба? Мен саған сендім. Менің қызым ондайға бармайды дедім. Апа, мен негізі... Мен саған Седат қолының ұшында тигізбеуші болмасын деген жоқпын ба? Көргенсіз, ұятсыз, намыссыз. Мен бәрін көрдім. Көшенің ортасында Седатпен сүйісіп тұрғаныңды көрдім. Енді сенің бүкіл денең кірленді. Қанша шомылсаң да, бұл кір кетпейді. Кірлендің. Дененің бәрі шаң тозаңға толды. Енді бұл кірлерді қалай кетіреміз, Налян? Жаза. Саған жаза қолданамын. Ең ауыр жаза. Бүкіл денең кірленді. Кірге толдың. Жаза алуың керек. Апа, өтінемін, мен жазалама, апа. Апа, өтінемін, мен ұрма. Кірге толдың, ластандың. Енді бұл кірлерді мен де тазалай алмаймын. Жазаланасың. Жаза аласың. Сол күннен бастап Фарида қызын
bir bölmege qamab qo'yadi, tekshiruvni kuchaytiradi. Apa, mening toza havoga chiqqim keladi. Chiqpaysan. Qay yerga qarab tursin? Kim bor? Qayiqning ishinde kim bor? Sen qay yerga qarab tur eding? Hech qayda chiqmoqchi bo'lma, tushunibdimi? Men uxtamayman. Seni anglab o'tiraman. Sol кезде Faridaning ko'zine tag'ida qaytis bo'lgan qizi ko'rinadi. Negizinde Nalyan Faridaning qizi emas, nemirasi, qizining qizi. Faridaning qizi Sema Nalyanni bo'sona solisimen avrxonada qaytis bo'ladi. Sol kundan boshlab Faridada shizofreniya avruvi boshladi. O'tgan qizining o'limida ol o'zini kinaladi. Onu qutqarib qola olmadim dedi. Sol shunday bo'lgan bukul alam shang to'zon kir bo'lib ko'rinadi. Farida o'zin dunyodagi eng kir, las odam deb sezinadi. Qancha juvinsam-da mening kirim ketmaydi deb o'ylaydi. Sema qizim, xo'sh kelding. Farida yotib uxtasang-chi. Qay yerga qarab o'tirsan? Sema keldi. Semaga qarab o'tirman. Qizimiz netgan ademi edi, so'laymi? Apa, o'tnim, meni qutqar. Apa, men og'rib turman. Qizim, ne bo'ldi? To'lg'aq bastalug'ayli erta qo'y. Qizim, ne bo'ldi? Apa, o'tmayman. Meni qutqar, o'lgim kelmaydi, apa. Apa, mening o'lgim kelmaydi. Sema, o'yimdama. Men seni qutqaraman, hozir avrixonaga boramiz. Bari yaxshi bo'ladi, Sema. Bugun Nalyan kirlendi. Nalyanda kirlendi. Onu qutqarib qola olmadim. Nalyanni da qutqarib qola olmadim. Dargir, qizimiz amonmi? Balasi amonmi? Nemiralaringiz din amon, biroq o'kinishga o'ray qizingizni qutqarib qola olmadik. Arti xayrli bo'lsin. Nalyan, o'tnemni o'zingni jey berme. Og'rib qolasin qo'y. Ertesi kuni Farida qizina o'g'li dori beradi. Jaza retinde so'ni ishesin deydi. Tübünde bir jutumda qalmasin. So'ngida denishib qo'y. Sağan jaza bo'lsin. Qusuvchi bo'lma. Qussang meni ko'rasan. Jutib qo'y. Tez jut. Xudoyim, mening gunohkor qizimni kechir. Jigitben suysib, gunohga botdi. Gunohlarini kechiragur, Xudoyim. Hozir Sedatning o'tpasindagilar bizning uyga keladi. Bölmengden chiquvchi bo'lma. Buna qog'ozga 4400 ret men gunohkorman, meni kechir Xudoyim deb yozasan. Buna mingada. Tushunibdimi? Men kelib tekshiraman. Ya, Nalyan tez og'rib qoladi. Bugunga biroz tabiati yo'q. Bölmesinde жатыр. Жақсарса шығады. Уайымдамаңыздар, Седат балам. Nalyanның ішкен дәрілері бүкіл денесіне аллергия беріп, бүкіл денесі қызара бастайды. Дәрі улы болғаны үшін Nalyanның дауысы да шықпай қалады.
Әжетханаға бара жатқан кезде Налянның дауысын естіп қалған Музо оған қарай шығады. Налян есінен танып қалады. Налянның жазған қағаздарын көреді. Фарида ханым, Налян ауырып жатыр, көмектесіңіздер. Не дейсің? Менің артымдан ешкім келмесін. Налянның бөлмесіне менен басқа ешкім кірмеу керек. Бірақ Фарида ханым, Налянға көмек керек қой. Көмекті мен өзім беремін, анасы ретінде. Налян қызым. Фарида ханым, сізде бәрі дұрыс па? Мұстафа мырза, қызым ауырып қалды. Барлық денесі қызарып кеткен. Не болғанын түсінбей қалдық. Тезірек келіңіз. Сема қызымды да құтқара алмай қалып едім. Сема да кірленді. Фарида, бұл не? Мына қағаздар не? Налян да кірленді. Сема қызым да кірленді. Фарида, не айтып тұрсың? Жанан Фарида ханымның қасына келеді. Оған бір шындықты айтатынын айтады. Сізге айтатын шындығым өте маңызды. Бұл шындықты сізден бәріміз жасырып келдік. Седат менің күйеуім. Біз 7 жылдан бері біргеміз. Және күйеуімді басқа біреуге беріп қоятын ойым жоқ. Бәрі сіздерді алдап соқты. Мен оның әйелімін. Бұл шындықты естіген соң Фаридадың ауруы күшейе бастайды. Оның көзіне қайтыс болған қызы көрінеді. Сема қызым, келдің бе? Налян да кірленді. Сенің қызың да кірленді. Налян да Сема сияқты кірленді. Мен Налянды да құтқарып қала алмадым. Бірнеше уақыт өткен соң Налян мен Седаттан тойлары болады. Сол той күні ақ Фарида Седат пен Жаннаны бірге көреді.
Сендерді бірге көрдім. Седат екеуіңді. Әрине, көргеніңіз дұрыс. Сен кіммен ойнап жүргеніңді білмейтін сияқтысың, Джанна, деп оның шашын тарта бастайды. Мені жіберіңіз. Фарида ханым, жіберіңіз. Бұдан былай әр қадамыңды ойлап басатын боласың, Жанна. Сенің жезөкше әйел екеніңді білемін, бірақ Седаттан аулақ жүр. Аузыңызға қарап сөйлеңіз. Мен Седаттың әйелімін. Седат Налянға үйленген шығар, бірақ менікі болып қалады, Фарида ханым. Мен саған ескертемін. Әр қадамыңды ойлап бас. Мен өз қызын өлтірген әйелмін. Түсіндің бе? Менен қорқ. Саған тағы да ескертемін. Седаттың қасында сені көретін болсам, сені өлтіре саламын. Бірінші неке түні Налян қатты қорқады. Оның миынан анасының «Сен кірлендің, сен де кірлендің» деген сөздері есінен шықпайды. Седат, мен қазір қайтып ораламын. Жарай ма? Налян апасының қасына барады. Налян, сен неге қайтып оралдың? Апа, мен қорқамын. Қатты қорқамын. Неге? Неге қорқасың? Апа, білмеймін, мен қатты қорқамын. Мені ол жаққа қайтып жіберме, апа. Сен енді менің қызым емессің. Сенің енді басқа отбасың бар. Деп Фарида есікті жауып қояды. Налян, апа есікті аш деп, жылағанша қалып кетеді. Анашым, өтінемін, мен қорқамын. Мен ол жаққа жіберме, қорқамын. Анашым, мен қорқамын. Кірленуден қорқамын, анашым. Фарида сол күні кешкісін қызына қоңырау соғады. Налян, менің айтқандарым есіңде ме? Ұмытқан жоқсың ба? Жоқ, апа, ұмытқан жоқпын. Налян, мені тыңда. Бүгін шырақты өшірмейсің. Шырақ қосулы болсын. Әуелі мен берген дәрілерді ішіп ал. Седатқа да бер. Түсінікті ме? Содан кейін бүгін терезені ашып қой. Терезені ашып қой дейсіз бе, апа? Неге? Менің айтқанымды істе. Бүгін терезе ашық тұрсын. Шырақты да өшірмейсің, терезені де жаппайсың. Егер бүгін бұл істі тындырмасаң, мен сені аяп отырмаймын, Налян. Жақсы, апа, уәде беремін. Сенің айтқандарыңды орындаймын. Налян, сенде бәрі дұрыс па? Кіммен сөйлестің? Не ғой, бүгін шырақты өшірмесек, қалай қарайсың? Налян, әрине, сен қалай қаласаң, солай болсын. Седат, содан кейін терезенде ашып қоямын, жарай ма? Таза ауа кірсін. Налян, айттым ғой. Не қаласаң, соны істе, саған бәрі мүмкін. Түсінбедім, апам, неге? Шырақты жағып қой, терезені ашып қой деп айтты. Түсінсем бұйымасын. Сол кезде көршінің үйінен
Оларды аңдып тұрған анасын, яғни Фариданы көреді. Апа. Сол кезде үйдің ауласына шыққан Музо Налянды көреді. Налян қай жерге қарап тұр? Сол кезде Музо да Фарида ханымды көреді. Мынау Фарида ханым ба? Ол бұл жерде не істеп жүр? Налян, қай жерге қарап қалдың? Келсеңші. Налян, сен дайынсың ба? Иә, Седат. Сен қаласаң болғаны. Налян, бұл не дегенің? Мен бір айдан бері сені күтіп жүрмін. Мен дайынмын. Бірақ Налян әлі дайын емес еді. Оның бүкіл денесі қорыққаннан дірілдей бастайды. Налян, сенде бәрі дұрыс па? Түсінсең бұйырмасын. Бұл жерде не болып жатыр? Налян, бүгін дайынмын дегеніне қуанып кеттім. Бірақ мен сені өмір бақи күтуге де дайын едім, Налян. Құдайым-ай, қызымды бәле жалалардан сақтай көр. Бүгінгі неке түні жақсы өтсін. Бірақ Налянның ойынан анасының сөздері кетпейді. Сен кірлендің, ластандың. Сенің бүкіл денең кірленді. Шаң толы, ласқа толды. Енді бұл кірлерді мен де кетіре алмаймын. Мен де жуа алмаймын, Налян. Сен кірлендің, ластандың.
Сенің бүкіл денең шаң тозанға айланды. Сен ластанды, кірлендің, Налян. Жоқ, мен кірленген жоқпын, апа. Седат, мені кешір. Мен дайын емеспін. Налян жиркеніп, жүрегі айнай бастайды. Налян, не істеп тұрсың? Мен сонда соншалықты жиркеніштімін бе? Седат, жоқ. Олай емес. Налян, сондайың бар екен, неге тұрмысқа шықпас бұрын айтпадың? Неге бәрін айтпадың? Налян неге тұрып кетті? Ол жақта не болып жатыр? Налян, мені сүйді деп жиркеніп кеттің бе сонда? Түсінсем бұйырмасын. Налян, сен неге онда екеніңді алдында айтпадың? Неге бұрын айтпадың? Седат, бәрі сен ойлағандай емес. Мен қазір келемін. Жұмырсан, мұны Налян қай жерге кетіп барады? Налян, мен ұмытқан жоқпын. Менен көресіңді көресің. Дүниеге келгеніңе өкіндіретін боламын, Налян. Қарада тұр. Мені масқара еткен қандай болатынын саған көрсетіп қоямын, Налян. Сол кезде оның үйіне біреу келеді. Фарида Налян келді деп ойлайды, бірақ ол Музо еді. Фарида ханым, қош келдің деп күтіп алмайсыз ба? Қош келдің, балам, неге? Бірақ бұл уақытта жүрсің. Бұл сұрақты мен сізге қойым керек еді. Қызымды сағындым. Қызымға жақындау болайын деп осы жерге келдім. Үйіңізге кірсем болады ма? Әрине. Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Маған жауға қарағандай қарап тұрғаныңызды түсінбей тұрмын. Бұл уақытта біздің үйіміздің қасымызда не істеп жүргеніңізді түсінбедім мен де. Менің түсінбейтін сұрақтарым көп, Фарида ханым. Солардың бірін қойғым келеді. Түннің бір уақытында біздің үйіміздің қасында не істеп жүрсіз? Және біздің үйімізді аңдып тұрғаныңызды көрдім. Жалғыз қызымды ойымдап келдім десем болады ма? Ойымдасаңыз, үйімізге қонаққа келсеңіз болатын еді. Бірақ бұлай емес. Фарида ханым, сіздің істеп жатқаныңыз дұрыс емес деп ойламайсыз ба? Бұл менің мәселем, менің қызым. Мұрныңды сұқпа. Менің өміріме неге араласасың? Мен сендердің өмірлеріңе араласып жүрген жоқпын ғой. Маған қара, Музо. Мен Седаттың құпияларын білемін. Екінші әйелі бар екенін де білемін. Бірақ мен үндемей жүрмін. Саған менің кеңесім. Орныңды біл және аузыңды жауып жүр. Түсінікті ме? Жетпегені сен едің. Кеңестеріңді өзіңе сақтап қой.
Налян, сен деп сондай күйге түстім. Мені көресің, Налян. Анау Седат па? Седат та Наляннан қашты. Ақмақ Налян. Сол оқиғадан кейін Фариданың ауруы күшейіп кетеді. Бұл телехикая өмірден алынған. Фарида шын өмірде де шизофрения ауруына шалдыққан. Шизофрения ауруына шалдыққан адамдар айналасындағы адамдарды танымай қалады. Тіпті балаларын, отбасында. Фарида ханым, сізге не болды? Ақмақ Налян. Ми жоқ Налян. Менен көресіңді көресің. Сема кірленді. Семаны құтқарып қала алмадым. Қызымды құтқарып қала алмадым. Сема ластанды. Қызым ластанды. Менен сұрамай, ол жігіттің қасына барды. Ластанды. Өлтіремін. Семаны өлтіремін. Налян да кірленді. Менің сөзімді тыңдаған жоқ. Мені масқара етті. Сема да Налянды мені тыңдаған жоқ. Налян, сені өлтіремін. Налян мені масқара етті. Налян, мырза келгенің жақсы болды. Фарида ханым ауырып жатыр. Фарида, саған не болды? Маған не болды, солай ма? Маған не болды ма? Фарида, өтінемін. Тыныштал, Фарида. Неге маған тыныштал дейсің? Менде бәрі жақсы. Фарида, сонда да өзіңді қолға ал. Келдің бе? Сен келдің бе? Кел. Сені жақсы күтіп алайын. Маған назар аудармайсың дейсің ғой. Міне сені күтіп алайын. Фарида, өтінемін. Жоғал. Кет. Менің үйімнен кет, сені көргім келмейді. Фарида, өтінемін. Сабырлы бол, тыныштал. Қалай сабырлы болайын? Сема кірленді. Налян да кірленді. Фарида, отыр, өтінемін, сөйлесеміз. Енді кеш. Сема кірленді. Налян кірленді. Ал саған бәрібір. Саған бәрібір болса, маған бәрібір емес. Өткені мен Семаны құтқарып қала алмадым. Сема кірленді. Фарида, өтінемін. Өткен оқиған неге қайталай бересің? Өткені Налян да кірленді. Фарида, өтінемін, тыныштал. Сөйлесіп алайық, отыр. Налян мені масқара етті. Налян кірленді. Фарида, қызымыз тұрмысқа шықты. Бәрі сен ойлағандай емес. Ол мені масқара етті. Абыройымды ойран етті. Сема сияқты кірленді. Қызымыз Сема да кірленді. Налян да кірленді. Біраз уақыт өткен соң, Налян анасы Фаридаға қоңырау соғады. Анашым, мені кешір. Анашым дейсің бе? Сенің анаң кім? Апа, не деп тұрсың? Мен сенің апаң емеспін. Сенің анаң жоқ. Апа,
Senin anan жоқ, Налян. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жалғас ертең тек қана біздің арнамызда.